Тау үстіндегі орманда қар жауып тұр. Ханның қызы өзінің отбасымен бірге орманнан жидек тауып алып үйіне алып бара жатыр. Әкесі, анасы және екі баласы үйіне асығуда. Ал ұлдарының біреусі жолдан үлкен қызыл алманы көріп, оны да үйіне алып барғысы келеді. Алма қаншалықты ауыр болса да, кішкентай ханның қызы оны көтеріп, өздерінің ұясына қарай алып келе жатыр. Ханның қызы деп аталатын басқа жәндіктер ұяларына ұшып келді, және мұнда жеміс-жидектері өте көп екен. Сонда әкесі бір ұлының жоқ екенін байқап, оны іздеу үшін қайтадан далаға шықты. Осы уақытта біздің кішкентай үлкен алманы алып келе жатыр. Ал бұны зиянкес шыбындар байқап тұр. Шыбындар біздің кішкентайды қоршап алды және оны ұрып алмасын тартып алды. Осы кезде ханның қызының әкесі пайда болды. Ол шыбындарды мазақ қылып ашуына тиді. Сонда ашуланған шыбындар алманы тастап әкесінің ізінен қуып кетеді. Олардың жолында өрмек тоқыған өрмекші тұр екен. Әке дереу тоқтап үлгерді. Ал зиянкес шыбындар болса